Сәлем! Бүгінгі тақырыбымыз туған күніңмен. Бүгінгі үйренетін сөздіктеріміз: қыс мезгілі, қыс мезгілінің айлары: желтоқсан, қаңтар, ақпан. Келесі мезгіл көктем, көктем мезгілінің айлары: наурыз, сәуір, мамыр. Келесі мезгіліміз жаз, жаз мезгілінің айлары: маусым, шілде, тамыз. Және соңғы мезгіліміз күз мезгілі, күз мезгілінің айлары: қыркүйек, қазан, қараша. Тапсырма: жаз және күз мезгілдерінің айларын дұрыс орынға қой. Тексер. Жаз айлары: маусым, шілде, тамыз. Күз айлары: қыркүйек, қазан және қараша. Жаңа үйренетін сөздеріміз: туған күн, сыйлық, ән айту. Диалогты мұқият тыңда. Алло, Асан, сәлем. Бүгін Айжанның туған күніне барасың ба? Сәлем, Жанар. Иә, барамын. Сен Айжанға қандай сыйлық дайындадың? Мен оған ән айтып беремін. Сен қандай сыйлық бересің? О, керемет. Ал мен дүкенге сыйлық алуға енді барамын. Жақсы, сау бол. Көріскенше. Мына нәрсені есіңде сақта. Кім? Айжан. Не? Сыйлық. Кімнің? Айжанның. Ненің? Сыйлықтың. Кімнің ненің сұрағына жауап беру үшін біз қазақ тілінде тың-тың, ның-ның, дің-дің жалғаулықтарын жалғаймыз. Мысалға, Болаттың, Назеркенің, Арудың. Тапсырма: сөздерге сұрақ қой. Сөздер: Асан, күздің айы, университет, сабақтың соңы, Айжанның туған күні, сыйлық. Тексер. Кім? Асан. Не? Университет және сыйлық. Кімнің? Айжанның туған күні. Ненің? Күздің айы және сабақтың соңы. Бүгінгі сабақ аяқталды. Сау бол!